Кітап бұл тәрбиенің бұлағы. Мен сонау бірінші класстан бастап осы ауылдағы Байғайын топырағындағы өзімнің Жаңатаң деген ауылдағы қарттардың алдында Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Қамбар батыр жырларын жиі майшамның түнде жетілік майшам бар, кейде ондық майшам шаққа тап болады, соның жарығымен оқитын едім. Соның үлкен әсері болды. Бұл мені өмірге тәрбиеледі. Одан кейін мектеп жасымызда жүргенде Балдырған, Қазақстан пейіндер атты газет журналдар жаздық. Ал одан кейін сол кітапханадағы, ауылдағы кітапхана ең қызықты деген кітаптарды кітапханашыдан сұрап алып, кейде жасыратын ештеңе жоқ, Шыңғыс Айтматовтың жәмилелерін тығып алып, апай ешкім айтпа деп сөйтіп оқитын едік. Сондықтан бүгінгі бала егер кітап оқитын болса, ойланады. Ал оқымайтын адам ойланбайтындығы белгілі. Көпшілігі мысалы біз анау электронды желіден тағы басқадан оқыдық дейді. Оның бәрі бос нәрсе. Адам қайталап оқыса, менің де өзім мысалы қайталап оқитын кітаптарым бар. Кейде зерігіп кеткенде жақсы ақындардың өлең жырларын оқып бір сергіп қаламын. Немесе Оралхан Бөкейдің, Қажығали Мұхамбетқалиевтің керемет әңгімелер повестерін оқып басқа бір әлемге енгендей боламын. Сондықтан да мынау Сақтаған Байышев атты кітапхананың бұл бастамасын мен үнемі қолдаймын. Керемет кітаптан алды. Енді бұрын қазір бұрынғы заман. Біз сол заманда советтік кезеңде бір баспаханадан кітап шықты десе, соны почта арқылы алдыратын едік. Бірақ енді қазір ондай мүмкіндік жоқ. Өйткені тиражы азғантай, бірақ қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқудың реттері келіп тұр. Осы кітапханаға Сәбит Баймолдиннің жеке кітапханасын алдырдық. Енді мынау Сағи Жиенбаевтың кітапханасын, бүкіл кітапханасын жеңшеміз болып тиіп қойды, бірақ 2 жылдан бері осыны алдыра алмай жүрміз. Егер сол рухани азық болар кітап осында келетін болса, оның ішінде қаншама ғажап дүниелер бар, оны ақтөбеліктер танысар еді.